Хаббл ғарыштық телескобы өзінің 31-ші туған күнінде біздің галактикадағы ең жарық жұлдыздың бірінің жарқылын түсіріп алды. Келді Наге жұлдыз атты бұл жарқыраған көгілдір айнымал жұлдыз орасан алып. Ол күннен 70 есе ауыр, әрі миллион есе жарқырақ. Жұлдызды жарқын газ тозаң сәуле жиі қоршап тұр. Бұл ауқымды құрылым 10 мың жыл бұрын жұлдыздағы қуатты атқылау нәтижесінде пайда болған. Кеңейіп бара жатқан қабықшаның ені қазір 5 жарық жылына жуық, яғни күн мен көршісінің арақашықтығындай. Жарылыс жұлдыздың сыртқы қабықтарын лақтырғанда 10 күн массасындай зат шашылды. Осы ежелгі атқылаудан қалған тұмандыққа жұлдыздың өзінен шыққан зарядталған бөлшектердің қуатты ағыны соғылып жатыр. Жұлдыз желінің жылдамдығы сағатына миллион километр, тұмандықтың кеңеюінен 10 есе тез. Бұл газ ағыны баяуырақ қозғалатын сыртқы тұмандыққа соғылғанда, ол жұлдыз маңын қар тазалағыша ойып, тұмандықта түрлі құрылымдар түседі. Хаббл жұлдыздың өткір сәулесі жарықтандырып тұрған тұмандықты кәдімгі жарықта да, ғарыштан ғана байқалатын ультракүлгін жарықта да көреді. Қызыл түс газ күйіндегі азот қосылған жарқыраған сутегі газына нұсқайды. Кескіннің сол жақ жоғарғы бұрышындағы бұлдыр қызыл жылтыл жұлдыз желі заттың сиреген тұсын жарып өтіп, оны ғарышқа алып кеткен облысты көрсетеді. Бақашабақ, көпіршік пішінді көгілдір нәрселер, шағылған жұлдыз жарығы түсіп тұрған тозаң жентектері. Оларды жұлдыз желі түзген. Хаббл ғарыштық телескобы алған осы ғаламат кескін, айналасына қуатты әсер ететін жалқы жұлдыздың өзі көз жауын алардай әдемі болатынын көрсетеді. Хаббл жер атмосферасы үстінде айналатындықтан, әлемдегі сұлулық пен әрекеттің осындай айқын әрі анық көрінісін бере алады. Хаббл телескобы ғарышпен ондағы орнымыз жайлы түсінігімізді өзгертті. Хаббл жұлдыздардың ғажайып алуан түрлілігін ашып, жаңа жұлдыздар мен оларды қоршаған тозаң мен планеталар дисктері қалыптасып жатқан жұлдызаралық тұмандықтардың төлтума бейнесін ұсынды. Хабблдың терең шолулары миллиардтаған жарық жылы қашықтыққа көз тігіп, біздің күш жолымен салыстыруға болатын ежелгі жас галактикаларды ашты. Хаббл тіпті әлемнің жасы мен кеңею жылдамдығы туралы дерегімізді нақтылады. Ол қара құрдым, қараңғы материя, қараңғы энергия сияқты тылсым нәрселердің құпиясын ашатын құбылыстарды көреді. Бұл орбитадағы 31-ші жылында ғана шар тәрізді жұлдыз шоғырының орталығындағы кішкене қара құрдымдардың қою тобын анықтады. Ол супер жаңа жарылысының жасы мен орнын есептеу үшін сағатын дәлдеді. Ол сондай-ақ алыс экзопланетада қалыптасуы ықтимал екінші жаңа атмосфераны ашты. Ал үй жақтан Хаббл Юпитер мен оның троялық астероидтары қасында жасырынған кометаны байқады. Хабблдың техникалық жағдайы жақсы, және ол әлемді зерттеуді жалғастыруға дайын. 1993-2009 жылдары оны жөндеу мен жаңғырту үшін ғарышкерлер 5 рет ұшып барған еді. Осы миссиялармен жердегі сарапшылар тобының қажырлы еңбегі телескопты ғылыми мүмкіндігінің шыңында ұстап тұр. Хаббл ғарыштық телескобы туралы көбірек ақпарат NASA.gov Хаббл сайты мен NASA Хаббл әлеуметтік желілерінде